Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Бүгін біз сіздерге өкшенің жарылуына не себеп болатынын және оны қалай емдейтініміз туралы айтатын боламыз. Өкшенің жарылуы күтім жасамағаннан деп қателеспеңіз. Ол белгілі бір аурулардың пайда болуынан белгі береді. Егер ағзаға омега майлы қышқылы мен дәрумен жетіспесе, онда теріңіз құрғап, өкше тілімденіп жарылады екен. Сонымен қатар, бауыр, қалқанша безі, бүйрек жетімсіздігі, варикоз аурулары мазаласа да тері құрғайды. Оған қоса глюкоза мен инсулиннің көптігі де терінің құрғауына себеп болады. Өкшенің жарылуына қышыма аяғыңызды жарақаттап қалғаннан жағымсыз иістен пайда болады. Бұл кезде өкше қабыршықтанып жарыла бастайды. Қалай емдейміз? Алдымен қышыманы емдеу керек. Ол үшін дәріханада сатылатын бактерияға қарсы сұйықтық немесе дәрілер аласыз. Оның құрамындағы тербинафин қышыманы кетіріп, өкшенің жарылуын емдейді. Бір аптадан соң-ақ теріңіз тегістеліп, өкшеңіз әдемі болады. Ескеріңіз, емді қолданудың алдында аяғыңызды сода қосылған сумен тазалап жуасыз. Сүлгімен мұқият сүртіп, таза ауада кептіресіз. Эндокриндік ауру кезінде де өкше жарылады. Егер сіз қант диабетімен ауыратын болсаңыз, онда ағза сусызданып, салдарынан тері құрғайды. Өкше жарылғыш тілімденіп шыға келеді. Қалай емдейміз? Қант диабетімен ауыратындарға үзбей арнайы дәрі ішіп жүру керек. Бұл дәрі ауруыңызды емдеп қана қоймайды, сонымен қоса терінің саулығын сақтайды. Теріні түрлі бактериялардан, микробтардан қорғайды. Тазалықты дұрыс сақтамағаннан болады. Күнде бетіңізді, қолыңызды жуғандай, аяғыңызды да сабындап жуу керек. Шұлықты да жиі ауыстырып тұру маңызды. Қалай емдейміз? Жеке тазалықты сақтау кез келгенімізге маңызды. Өйткені қолдың, тістің тазалығы бүкіл ағзамыздың саулығына жауап береді. Ал шаштағы, тырнақтағы, өкшедегі мәселе қандай аурудың айналдырып жүргенін айқындайды. Демек, тазалық аурудан айығудан алғашқы қадамы екенін ескеріңіз. Өкшенің жарылуын емдеу үшін де алдымен тазалыққа ден қойыңыз. Ол үшін үлкен ыдысқа ыстық су құясыз, оған ас содасы мен үгілген кір сабынды араластырыңыз. Қоспа әбден еріген кезде аяғыңызды салып булау жасайсыз. Бұл ем өкшеге өте пайдалы. Теріңізді жұмсартады, тілімденген емді тегістейді, әрі аяқтың қан айналымын жақсартады. Ағзада құрт болса да өкше жарылады. Қалай емдейміз? Егер өкше құрттың кесірінен жарылып жүрсе, онда құртқа қарсы дәрілер қабылдап, шайын ішесіз. Ең дұрысы дәрігерге қаралып, арнайы сараптама жасатыңыз. Нақтылап алған соң тұрақты емін қабылдап, аз күнде оң нәтижесіне жетесіз. Дәрумендер мен минералды заттардың жетіспеушілігі де өкшенің тілімденіп жарылуына себеп болады. Қалай емдейміз? Ағзаға А, В, С, Е дәрумендері мен микроэлементтер жетіспесе, өкше жарылып бастайды. Оның орнын толтыру үшін дәріханадан дәрумендер мен жиынтығын сатып алып ішіңіз. Қандай дәрі көмектеседі? Жоғарыда айтып өткеніміздей, өкшенің жарылуын емдеу үшін алдымен теріні жұмсартып алуымыз керек. Үйіңізге жақын орналасқан кез келген дәріханадан мына дәрілерді сатып алып, ем ретінде қолданасыз. Радиовит құрамы А, Е және Д дәруменіне бай мазь. Осы пайдалы құрамның арқасында теріні жұмсартып, қышығанын басады, әрі теріні нәрлендіреді. Биоастин өкшедегі қышыманы емдейді, инфекцияны жояды, әрі жараны кетіреді. Бұл гель өз кезегінде теріні де жұмсартатын қасиетке ие. Өкшенің жарылуына мұнан бөлек те мазь бен гель көмектеседі. Алдымен себебін анықтап алу маңызды. Егер жоғарыда келтірілген аурулар себеп болмаса, онда эритромицин, левомиколь, бенамицин немесе синтамициннің де көмегіне жүгінсеңіз болады. Дәрілік заттармен емді қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіп алыңыз. Сіздермен болған керек кеңес арнасы.
Осы ақпараттарым сіздерге ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.